бір ел бір кітап акциясы бойынша Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романына букспойлер. «Тағдыр» романы бұл енді Қытай жерінде болған қазақтардың өмірі. Ол енді осы 20 ғасырдың басы, 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың бас кезі. Қытай жерінде қазақтар енді советтік Қазақстанда қазақтардан гөрі жақсы болған болар, енді тұрмыстары советтік қуғын сүргін бола қоймаған болар. Қалқоздастыру деген онда бола қойған жоқ. Дегенмен Қытай мемлекеттің тарапынан қысым болған. Сондай жағдайларды осы «Тағдыр» романында Демежан арқылы Қабдеш көрсете білген. Демежан деген бұл өзі өте білімді адам, қытайша да қазақша екібастан және орыс тілінде де сауатты болған адам, оқыған және сол Қытай жерінде жақсы лауазымды қызмет жасаған. Оның отбасы туралы айтады. Әйелі Бибігүл, Бибі. Енді қызмет барса өте жақсы болған, жоғарғы қызметтерде жүрген. Бірақ сол Қытай жерінде жүргенмен қазақтардың қамын ойлап, осы қазақтардың жағдайын ойлап жүрген. Бір жерде бір эпизод бар, бір суармалы жерде өзенге талас болады. Сол кезде Қытай басшысының біреуінің, ол кезде қытайлар бұрын өсіретін болған, шашына бұрын айдар ма, соны өсіре берген. Соны артына кәдімгі байлап қойған. Сол бұрын кесіп алып, суға лақтырып, содан бұл қытайларға жаңағы жек көрінішті болып, содан жаңағы бұның Қытайдың өкіметі бұны қылмыскер деп танып түрмеге жабады. Ол жерде бұл өзінің бұрында бір өзінің жақсылық жасаған бір жолдасы, ұлты Қытай болса да көмектесіп бұны түрмеден құтқарып жібереді. Бірақ көп алысқа бара алмайды, қайтадан қолға түседі. Соныменен Демежанды Қытайлар жазалайды. Бұл енді өзінің халық үшін, ел үшін құрбандыққа барған адам деп есептейміз. Енді бұл жерде Қабдеш Жұмаділовтің баяндауында ол өзі Қытай жерінде болғандықтан бүкіл оқиғаның жай жапсарының бәрінде өте бес саусақтай біліп отырады. Өзінің тілі де кейбір жерлерде суреттеп келгенде тілінің кейбір жері Мұхтар Әуезовтің тіліне ұқсап кететін жерлері бар. Кейбір табиғаттың көріністерін баяндағанда. Бұл енді қазақ халқының жаңағы азаттық жолындағы бір көрініс ретінде, бір тағдыры ретінде баяндалған үлкен көркем шығарма. Сондықтан да бұл біздің тарихымызға бойлаған, тарихымызды білем деген оқырманға көптеген жаңағы жақсы мағлұмат береді деп ойлаймыз. Осы кітапты бір ел бір кітапқа биыл енуіне байланысты жақсы насихатта жүріп жатыр. Әлде де осы Қабдеш Жұмаділовтің шығармаларын оқуға шақырамыз оқырмандардың бәрінде. Кітап оқиық, кітап оқыған ел білімсіз болмайды. Бүкіл білімнің бәрі кітапта. Сондықтан кітапханада кездесейік.